құрметті жастар, ұлдар, қыздар, жар таңдағанда ата-анаңызбен ақылдасыңыз. Байсалды сіздің өзіңіздің өміріңіз, бірақ қай халде де таңдау сіздікі болсын. Өйткені келін алсаңыз, келінмен тұратын ата-анаңыз емес, сізсіз. Және сіз күйеуге шығып жатсыз, сіздің өзінің күйеу баласын ата-ана қанша таңдағанымен, онымен бір өмір сүретін, бір жастықта жастанып жатып, бірге қартаятын сізсіздер. Сол үшін жар таңдауда ата-анамен ақылдасқандарыңыз жөн болады. Азаматтық неке дұрыс емес, біліп алыңыздар. Азаматтық неке дегеніміз үлкен қалаларда қазіргі ұл қыздар шетке шығып кетеді де ата-анасына айтпай, өздері бірге тұра береді. Неке де жоқ, мешітке барып кейбір имамдарды алдап неке қидырадымыз. Бұл нәрсенің барлығы шариғатымызға сай келмейді. Және бұл нәрсенің барлығы өмірді зая кетіру. Өзінің өмірінде, өзінің абыройында, қадірінде зая кетіру болады. Жар таңдау бұл киім таңдау емес. Сыймай қалса біреуге бере салу, ұнамай қалса кір болып қалса тастай салу деген нәрсе болмайды. Өмірлік жарыңыз болған үшін. Сізге кеңесім, жар таңдағанда өзіңізге сұрақ қойыңыз. Және соған амал жасауға бекітіңіз. Мен қазір осы кісіге үйленсем, мысалы қыз бала, күйеуге тұрмысқа шықсам, немесе жігіт, мен осыны алсам, 1 жылдан кейін қалай болады? 5 жылдан кейін қалай болады? 15 жылдан кейін қалай болады деп, осы 3 сұраққа жауап беріңізші өзіңізге. 1 жылдан кейін екеуіңіздің араңыз қалай? 5 жылдан кейін қалай? 15 жылдан кейін қалай? Осы сұрақтардың бәріне жоспарыңыз болсын. Одан әрмен қарай, иншалла, Алла тағала істеріңізге береке берсін. Көп адам, мен келіншек алсам болды деген ниетпен барып ала салады, үйіне тастап кетеді ол қызды. Сосын өзі баяғы бойдақшылығынан айырылмайды, таңертең келеді, түніменен үйінде жоқ болады, немесе басқа да арақ шарабынан айырылмайды. Бұндай да жауапкер, жауапсыз немқұрайды жүрген азаматтарымыз бар. Кейде осы жағынан көп қыз балдарымыз расында да таңдау жағынан көп керемет әрекет жасайды, бірақ ұл балдардың ішінде өте көп, мен байқаймын, жар таңдауда өте қате пікір жасайды. Мен алсам болды, ар жағында ешқандай мақсаты жоқ. Ол кімнің анасы болады ертең, осы менің балаларымның анасы болуға лайықты ма? Шынымен лайықты болса, ол ана болу үшін, балаларымның алдында ана болу үшін мен не істеуім керек? Менің осыған қосатын үлесім бар ма демейді. Тағы да сондай мәселе, ол жақында басқа имамдар да айтып жатыр ғой. Ол мен қыздың арасындағы мәселелерде, ол таластарда. Ер жігіт өзінің келіншегін үйге алып келгеннен кейін, ата енеменен келіннің арасындағы ұрыс жанжал, ол болуы міндетті дүние. Өйткені ата енесінің тәрбиесі бөлек, бөлек отан. Қыздың үйі бөлек отан. Бір ұлт, бір жер болғанменен екі жерден келді ғой, екі жерден келіп қосылып жатыр бір үйге. Сол үшін келін үйге келгеннен кейін міндетті түрде үйренісе алмайды, міндетті түрде жанжал шығуы мүмкін, басқа шығуы мүмкін. Соның бәріне ер бала ортада аудармашы болуы міндетті. Екі жақты да басып, екі жақты да түсіндіріп, уақыт беріңіздер, түсінсейік, реттелейік деп әркім өзінің шартын айтып, қалай түзелеміз, қалай істейміз, қалай бірге боламыз деген сияқты нәрсенің бәрін ортаға қою керек. Жігіттер маңызды дүние. Бірінші орында 3 күндігін ойламаған қатыннан без десе, 3 жылдығын ойламаған еркектен без дейді. Еркектің мақсаты әйелден жоғары болу керек. Жоғары болмай ма, сізді әйел басқарады. Біліп алыңыздар. Көпшілік, көп жанұяда әйел басқарып кеткен жанұялар неден десеңіздер, бірінші орында себеп еркектің мақсатының таусылып қалғандығы немесе төмендігі. Өзінің әйелінен мақсаты төмен болып қалған. Алға қойған мақсаты төмен, алға қойған арманы төмен және болымсыз дүние қойған, соның себебінен әйелі басқарып кетті. Көп жанұялар осындай. Көп жерде кеңес берем, әйел басқарған жанұядан қыз алма дейді. Себебі ол қыз әке дегеннің қадірін білмей өседі. Көбінесе, мүлде деп айтпаймын, Құдай сақтасын, көбінесе. Өйткені ол үйде әйел басқарады. Еркекті аксессуар көреді. Бергел, ары тұр, көпшілік қонақ болып отырған жерде өзінің ерін ез қылып, төбесінен жегесіне шығып отыратын жанұялар бар. Өте көп ондайлар. Мазақтап отырады, еркегін жерге тығып. Ол өзінің
абыройын ұмытып отыр ғой. Мысалы анау халықтағы сөз бар ғой, өзінің болмайтын әйел дейді, өзінің күйеуін құл қылады да өзі құлдың қатыны болады дейді. Дәл сол сияқты өзі күйеуін құл қылып отқанымен қоймай, өзінің құлдың әйел екенін ұмытып кетеді. Құрметті әйел кісілер, орыста да халықта да, орыс халқында да сөз бар. Выходить замуж дейді, күйеудің артына шығу дейді, арт жағына кетіп қалады. Выходить на муж демейді, күйеудің үстіне шығу деп айтпайды. Дұрыс па? Еркекті еркек қылып, соның белін буатын әйел, оның отағасы деп сыйлайтын, оның шешіміне жәрдем беретін, көлеңкесінде тұрып, соның жеңісіне себепкер болатын әйел кісі. Сіз алға шықпай ақ қойыңыз. Сізге лавр менен венок мойныңызға ілетін медаль керек жоқ. Оған жаратылмаған әйелдер. Оны еркек асады мойнына. Әйел кісі оның көлеңкесінде тұрып қуанады. Көп әйелдер бар, аттары аталмаған. Бірақ солардың еңбегінен мен деген ұлы ғалымдар, мен деген ұлы батырлар шықты. Сондықтан екі жаққа да айтатын нәрсе. Ұлыңызды ұлдай тәрбиелеңіз, қызыңызды қыздай тәрбиелеңіз. Қазірден келін басқаратындай ұл өсіріңіз, келін болатындай қыз өсіріңіз. Сыртыма сыйған, ішіме сыйған жылан, сыртыма да сият деп жылан қылып өсірмеңіз қызыңызды. Басын иіп өсіріңіз. Еркекке басын иіп өсіріңіз. Жоғары көтеріп өсіріңіз. Ертең өзінің ұлын да етегінің астына тықпай, ол баланы жанына шығарып, жеке өзін шығаратын. Сен еркексің, шешім қабылда, өзіңнің істеген ісіңе жауап бер. Алға жүр, алға тұр деп, алға итермелейтін қылып, сондай ана болуын үйретіңіздер қыздарыңызға. Сол үшін айтылатын әңгіме көп, мысал көп. Жанұя мәселесінде қозғалып кетті ғой. Бірақ ашынғаннан шыққан сөздер біреуге қатты тиген шығар, біреуге жай тиген шығар.